1 ақпаннан бастап коронавирусқа қарсы вакцина жүргізіліп жатыр. Нұр-Сұлтан қаласына бізде 9950 вакцина келіп түскен. Қазіргі таңда 70%-дан астам адамдар вакцина алды. Оның ішінде бірінші кезеңде бізде медициналық қызметкерлер, педагогтар, полиция қызметкерлеріне жасалып жатыр. Нұр-Сұлтанда 36 емханаларда 32 вакцина жасайтын кабинеттер дайын, күту залдары дайын. Сол жерде біздің 94 термоконтейнеріміз бар, 42 морозильниктарымыз бар. Бізге айта кетсек, алгоритм бойынша науқасты, мысалы медициналық қызметкерлерді біз тізімдерін дайындап қойдық. Ол бізде вакцинацияға жататын адамдардың саны 75 мың адамнан астам. Оның ішінде медициналық қызметкерлер, ол бізде 6 мыңнан астам медициналық қызметкерлердің тізімі дайындалып тұр. 3 мыңнан астам полиция қызметкерлері тізімдері дайын, және 8 мыңнан астам педагогтардың тізімдері дайын. Енді бірінші кезеңде бізде медициналық қызметкерлері вакцина алып жатыр ғой. Ол бізде былай өтеді. Поликлиникаға медицина қызметкерлері келеді, одан оны дәрігер өзінің медициналық информационный системаға енгізеді, оны сұрастырады, қал жағдайын, анамнезін, басқа да қосалқы ауруларын сұрайды. Егер де противопоказаниесі жоқ болса, ол вакцина кабинетіне жіберіледі. Вакцина кабинетінде оны вакцинасын салғаннан кейін жарты сағат күту залына отырғызады. Қолына бейдж беріледі, сізге вакцина салынған, 30 минут бойы кабинеттің алдында күтіп отырыңыз деп. Сосын 30 минут өткесін науқасты өзіне шақырады. Егер де ешқандай өзгерістер жоқ болса, оны үйіне жібереді. 3 күн бойы оны дистанциондық түрде пациентті қадағалайды. Егер де өзгерістер болып жатса, онымен жағдайына байланысты не больницаға жатқызамыз, не әлде үй қарауында болады. 3 күннен кейін вакцина алған күннен бастап, 21 күннен кейін бастап, екінші компонент салынады. Ол да сол жағдай сияқты телефон шалып, 21 күннен кейін науқас шақырады. Осы күнге дейін жағымсыз әсер науқастарда белгіленбеген. Енді бар, дене қызуы деген сияқты, бұлшық еттің ісінуі сияқты өзгерістер болған енді. Ол бірақ басқа да вакциналарға сияқты, ол норма болып есептелінеді. Вакцинаны не үшін салу керек десеңіздер, ол адам ағзасында иммунитет пайда болу үшін, ол коронавирус инфекциясына төзімді болу үшін салынады. Төзімді болу үшін. Ол вакцина бізде Қазақстанда тегін салынады. Өзінің тіркелген поликлиникасында әр науқас вакцина ала алады. Енді халыққа жеңіл болсын деп, мысалы, әр аурухананы, әр мектепті біз поликлиникаларға тіркеп қойғанбыз. Мысалы, бірінші аурухана, бірінші поликлиникаға деген сияқты жеңіл болсын деп, бізге қадағалау үшін, бақылау үшін жеңіл түрде есептелсін деп өстіп жасалды. Коронавирусқа қарсы вакцинаны алу дұрыс деп ойлаймын. Егер де бұрынғы біздің қалыпты өмірімізге қайтып келгіміз келсе, иммунитет пайда болсын десек, осы вакцинаны алу керек деп ойлаймын енді. Себебі енді көп осы күнге дейін осындай үлкен пандемия кезінде тек вакцинамен ғана жеңіп жаттық қой осы ауруларды. Енді бұл ауруды көріп жатырық, енді 2-ші жыл болды жалғастырылып жатқан. Енді халықтың бір 60-70% осы вакцинаны алса, осы ауруды жеңеміз ба, осы маскаларды шешеміз ба деген ойдамын. Себебі бұл вакцинаны алғасын адам ағзасында иммунитет пайда болады ғой. Адам ағзасында иммунитет пайда болады. Және де мысалы біз өзімізді қорғаймыз біріншіден, өзіміздің жақындарымызды қорғаймыз десек, осы вакцинациялау дұрыс деп ойлаймын.